Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздермен мохито жасаймыз. Сіздер де бізбен бірге жасаңыздар. Өте салқын, сергітетін сусын. Ең алдымен бізге бір дана лимон, бір дана лайм және спрайт, мята, жалбыз жапырағы керек болады. Және де мұз керек. Ең бірінші лимонды турап аламыз. Осылай дөңгелек етіп турап шығамыз. Лимонның ортасындағы дәндерін алып тастаймыз. Турап алған лимондарымызды кувшинімізге саламыз. Енді лаймды турап шығамыз. Лимон сияқты оны да бір келкі дөңгелек етіп турап шығамыз. Осылай турап алған лаймымызды кувшинге саламыз. Енді үстінен мұз саламыз. Енді жалбыз жапырақтарын саламыз. Үстінен спрайтымызды құямыз. Үстінен осылай мен малинаны салдым. Сіздер салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Бұл менің балаларыма ұнағандықтан салдым. Ерекше дәм береді. Салқын сусынымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Күшті, салқындап, сергіп қаласың. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеода кездескенше.